Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода сүйек сорпаның адам ағзасына пайдасы жөнінде ақпарат аласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің кішкене әрекетіңіз біз үшін үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Сорпаның пайдасы. Мазасы қашып, ауыра қалса ата-апалар сорпа ішіп тәуір болып қалатын. Дертті болып қалған ауруханадағы жақындарымызға ыстық сорпа әзірлеп жатамыз. Мұның себебін білесіз бе? Сорпа біріншіден жеңіл сіңіріледі, тез қорытылады. Әлсіреген адамға бойына тез сіңуі арқылы қуат береді. Жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш қуатын қалпына келтіруде көмегі зор. Мысалы, сиыр немесе қой етінен жасалған сорпа ағза үшін өте пайдалы. Әсіресе сиыр етіндегі элементтер мен витаминдер ас қорыту жүйесі қызметін жақсартады. Ол тіпті темір жетіспеушілігі анемиясын күресуге көмектеседі. Баппен пісірілген мұндай сорпа тәбеттің төмендеуіне, әлсізденіп, тез шаршап қалуға жол бермейді. Негізі сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде. Сондықтан сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаны кішкене балаларға да алаңсыз ішкізе беруге болады. Ол қайта тамақтан уланған жағдайда немесе тамақты тым көп жеп қойғанда жақсы көмектеседі. Яғни токсиндердің сыртқа шығуына көмек болады. Сиыр етінен жасалған сорпаның құрамында метионин, амин қышқылы бар. Ол ағзадағы зиянды заттардың шығуын реттейді. Әрі сорпа 20-40 минутта қорытылып кететін сіңімді ас болып саналады. Көп адам сорпаны диеталық ас деп жатады. Ол рас. Дегенмен сорпа диеталық қана емес, шипалы ас. Ол ішектердің жұмысын жақсартады. Сіңімділігіне сай, құрамындағы бар пайдалы қасиеттері ішек арқылы ағзаға толық сіңіріледі деп жазады. Отадан кейінгі әсіреген адамға тауық сорпасын ұсынудың бір себебі осында. Ыстық күйдегі тауық сорпасы ас қорыту жолының, асқазан мен ас ішектің жұмысын жақсартады. Ол асқазандағы артық қышқылды шығарады. Гастритпен ауыратын адамдар үшін әсіресе тауық сорпасының көмегі зор. Сорпа сонымен бірге сүйектердің бітіп кетуін тездетеді. Яғни сорпадағы элементтер сүйек, шеміршек және дәнекер тіндерге және көкбауырдың қызметіне жақсы әсер етеді. Бар нәрі мен құрамы ағзаға толық сіңетін сорпаны жиі ішетін адамның ағзасы токсиннен таза, сүйектері мығым болады, артық салмақ жинамайды. Мұндай адамның қимыл қозғалысы да жеңіл, өзі сергек болатыны түсінікті. Ал терісі артық, күтімсіз де әдемі, серпімді болып тұрады. Ет етке, сорпа бетке деген осы шығар ағайын. Сорпаның емдік қасиеті. Қазақ халқы ет жеп болып, сорпасын ішпей, ас қайырмайтын болған. Қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған. Дегенмен көбі сорпаны диеталық тағам деп санайды. Жалпы сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оны ағза үшін қорытылуы жеңіл екенін жиі айтып жатамыз. Дәрігердің айтуынша, сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етуінде екен. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты тым көп жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин, амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдердің шығуын реттеп отырады. Сүйек сорпасы. Қайнатылған сүйектері мен дәнекер тіндері бар сұйықтық. Сүйекті сорпаны жасау үшін адамдар сиыр, тауық, тіпті балық сүйектерін пайдаланады. Сүйек сорпасын ішу басқалармен қатар буындар мен ас қорыту жүйесі үшін пайдалы болуы мүмкін. Жануарлардың көптеген түрлерінің сүйектері мен тіндері сүйектің жақсы сорпасын жасай алады. Сүйек сорпасында
осы тіндерден алынған басқа да маңызды қоректік заттар, әсіресе минералдар бар. Бұл сүйек сорпасын көптеген адамдарға пайдалы тағамдық қоспалар етуі мүмкін. Суда сүйектерді аздап сірке суымен қайнату сүйектердің ішіндегі кеміктен қоректік заттардың бөлінуіне, сондай-ақ басқа тіндердің суға ыдырауына көмектеседі. Нәтижесінде хош иісті қоректік сорпа пайда болады. Дәнекер тінді сүйек сорпасына қайнату ағзаны шеміршектің табиғи қосылыстарымен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ тіндер мен сүйектерде коллаген бар. Коллагенді пісіру оны желатинге айналдырады. Ол денені амин қышқылдармен қамтамасыз етеді. Олар белоктардың құрылыс материалы болып табылады. Сүйек сорпасының белгілі бір партиясында қандай да бір қоректік заттардың мөлшері қанша болатынын айту мүмкін емес. Өйткені бұл көбіне оған түскен сүйектер мен тіндердің түріне және санына байланысты. Алайда ең көп мөлшерде қоректік заттарға сүйектер мен тіндердің әртүрлі түрлерін қосу жақсы болар еді. Сүйек кемігі қоректік заттарға бай. Темір, А және К дәрумендері, май қышқылдары, селен, мырыш, марганец секілді дәрумендер бар. Сүйек сорпасы бұл қоректік заттардың аз мөлшерін қамтамасыз етуі мүмкін, және көптеген адамдар оны тұтыну осы қоректік заттарды оңай қорытылатын формада қабылдаудың оңай әдісі деп санайды. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін адам болғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Өміріңізге пайдалы видеоны басқа адамдар да көрсін десеңіз, біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып, жақындарыңызға таратсаңыз, біз қуанышты болар едік. Көп-көп рахмет.